Қайырлы таң, Алтынай ханым, студиямызға қош келдіңіз. Біз сіздің бала кезіңізден ән салмағаныңызды білеміз. Әншілік өнерге деген талпынысыңызды оятқан кім? Жалпы әнші екеніңізді өзіңізге сезіндірген ұстаз деп кімді айта аласыз? Енді әншілік қабілетімді оятқан әрине бірінші мен өзім үнемі айтып отырам. Пір тұтқан әншім мен ғана емес деп ойлаймын. Біз кішкентай күнімізде Роза Рымбаева апайымызды, Мақпал Жүнісова, Нағима Есқалиева көбінесе Роза Рымбаеваны тыңдайтын, сол кісінің әндерін жаттап, бірақ енді оны анау қыр жақта қой бағып жүріп, қозыларды бағып жүрді деген сияқты. Айтып, айғайлап, айтып келіп, бүкіл шерді тарқатып, үйге түк болмағандай келем. Ал мектеп қабырғасында жүріп, баға алу үшін ғана ән күй сабақтарынан хорға қатысып деген сияқты ондай болатын. Ал университет қабырғасына оқуға тарих факультетіне келіп, бір мүмкіндік болмай, өнер факультетіне түсіп кеткен жағдай бар. Сондай жағдай болды. Сол кезде даусымды тыңдап, сол кафедраның мұғалімдері жаңағыдай мені екінші курстан бастап байқауларға қатыстыра бастады. Содан қызығып кеттім. Яғни сол университет қабырғасындағы... Бірақ кішкентай кезімде енді әнші болуды армандауға мүлде керек десеңіз қорқатын да, өйткені ол арман, ол мен үшін бір сағым болып кететін шығар, қол жетпес бір сағым дүние шығар деп ойлайтын. Яғни университеттегі ұстаздарыңыз сізге себепкер десек? Әрине, иә. Ол жерде Ұлбосын апай бар, Сайлау ағай бар. Жалпы дауысты тәрбиелеуге бола ма? Өз-өзіңізді, мысалға, жаңа айтып отырсыз ғой, мен мүлдем армандаған да жоқпын әнші болуды деп. Өз-өзіңізді тұлға немесе өнер адам ретінде қалыптастыруға не себепкер болды? Енді ол міндет тұрды еңбек қой ол. Мысалға, менің университет қабырғасында айтқан даусым бір бөлекті, бітіргеннен кейін байқауларға қатысып жүргенде даусым диапазоным кеңейген. Өйткені үнемі жаттығу керек, мысалға жаттығып отырып, жаңағыдай қалай жұмыс істеуді, мысалға дауысты жаттықтырасыз ғой, мысалға. Сол сияқты әлде де айтады, Ләззат Оралман айтады, әлде де сенде ар жақта тат басып жатқан бір дыбыстар бар дейді. Сонда ашуға болады деп диапазонды тағы да кеңейтуге болады дейді. Менен оны шыны керек уақыт болмай жатыр. Бірақ оған да жетіп қалуыңыз мүмкін емес қой. Тамаша. Қазақ тілін айтпағанда сіз ағылшын, түрік, тәжік, қытай, грузин, өзбек, беларусь халықтарының әндерін еркін шырқайсыз. Сіздің үнді әндерін шырқағаныңызды да көрдік, Қытай әндеріңізді де тыңдап жүрміз. Жалпы Роза Бағланова, Мәдина Ералиева әлем халықтарының әндерін айтатын әншілер еді. Бұл еліктеу ме, әлде белгілі бір себептер осындай ән репертуарының пайда болуына ықпал етті ме? Әрине ондай себептер болды. Мысалға, ағылшын әнін қосуыма себеп болған жаңағы өзім жеке концертімнің алдында ол кезде марқұм Қайрат Жәнібек ағамыз менің музыкалық жетекшім болатын. Ол кезде осы Элла Фиджеральдтың репертуарынан осы жаз әнді мүмкін саған келетін шығар деп репертуарымызға солай қостық. Тәжік әнінде мысалға біз мысалы мынандай байқауларда, үлкен байқауларда шетелдік үміткерлермен бір-біріміздің әнімізді ұнатып, рұқсат па айтайық деп сөйтіп айтып жүріп, тәжік әні солай кірді репертуарыма. Беларусияны Беларусияға конкурсқа бара жатқанда кірді. Өзбек әні осы Құлмұхаммед ағамыз министр кезде ассамблеяға қатысты концертке өзбек тілінде әнді орындауымды талап етіп, содан солай да негізі үнді әнді өзіме жаныма жақын болды бір жағынан. Той-томалақтарда да неге айтпасқа деп солай. Қытай әні де Қытайға президент елбасымызбен барған кезде солай кірді репертуарыма. Неғұрлым өзге елге көп барған сайын репертуарға да сол елдің әндері. Жақында ғана мысалы Индонезияға бар жатқанда да енді репертуарымда сондай шетелдік әндерді естіп, басшылықтан, министерстводан ұсыныс айтылды. Индонезия әнін бір аптаның ішінде соны жаттап, оркестрмен сол жерде айтып, жаңалықтардан көрген боларсыздар. Шыны керек, біраз қиналдым. Қиын шығар, олардың Индонезияның тілі бәрі. Енді аз уақыт оның үстінде, мысалға, олардың әндері 6,5 минут кем дегенде, мысалға. Одан кейін мен орындаған әннің, мысалға, әр куплет, қайырмасымен шумақтары
бір-біріне ұқсамайды да, жаңағы Қайырмасы қайталанбайды. музыкалары өзгеріп отырады. Мысалы болады ғой, шумақ қайырма деп қайталап отырса, ол оңай болар еді. А бұл жерде әртүрлі, оның үстіне жаңағы ритмдерді әрқалай болып кетті. Оркестрмен біраз қиналдым, бірақ сөзін айтпағанда музыкасын жаттаудың өзі. Мен деген енді ойладым, сөзді шатастырам шығар деп, жоқ, шатастырмадым. Жаңағы халықтың қолдауымен ба, сондай бір әсер алып, өзім бір шабыттанып кеттім ба. Тамаша. Енді сіздің жұбайыңыз белгілі продюсер Сәбит ағамыз сіздің шығармашылығыңызға қазіргі таңда қаншалықты көмектесіп жүр? Қазір айтады, Алтыке, енді рельске қойдым. Өзің жүре тұр енді, мен қазір қол тимей жатыр. Шаруалар көп деген сияқты. Бірақ ақылдасып отырамыз ғой шаруаларды. Бірдеңе жасайтын кезде, мысалы бейнебаян болсын, жаңа әнді жаздыру болсын, бәрі сол кісімен ақылдасып отырып жасалынатын дүниелер. Парижге барып клип түсіріп қайттыңыз, бақшы жақында ол шықты ма? Режиссер мен жаңағы клипмейкер, оператор жігіттер соны кішкене созып отыр. Өйткені тағы бір сюжет қоссақ па деп отыр. Астананың күні келе жатыр жақындап. Жыл сайын ел болып тойлаймыз. Сіздің репертуарыңызда Астанаға арналған тамаша әндер бар. Жаңа әндер жазған жоқсыз ба Астанаға арнап? Одан бөлек. Енді бір емес, 4 ән бар Астанаға арналған әндер. Оның өзі бір коллекция жинау мақсатында емес, бір сәті түсіп өзіме ұнаған әндерді сондай жасалды. Бірақ әлде де ұсынып жатқандар бар, Қазақстан туралы әндер. Жақсы, Алтынай ханым, енді Астанаға айтар тілегіңіз болса мархабат. Не айтайын, бүкіл Қазақстанның мерекесі ғой, үлкен төл мерекесі. Мына елордамыз Астана қаламызның мерекесі құтты болсын, ғұмыры ұзақ болсын, елімізде тыныштық болсын, ел басқарып отырған аға, апайларымызға нысап берсін. Еліміздің болашағының бақыттары баянды болсын, мақсатымыз асыл болсын. Аумин, айтқаныңыз келсін. Сізге көп-көп рахмет. Таңертең студиямызға келіп әсерлі әңгімеңізбен бөліскеніңізге. Еліміздің елдігін ұлықтайтын мереке, айтулы мереке құтты болсын дейміз тағы да. Ал біз, құрметті көрермендер, бағдарламамызды Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Алтынай Жорабаеваның тамаша бір әнімен әрі қарай жалғастырамыз.